дайындалып, мына барлығын жағдайды біліп отырғаныңыз көрініп тұр. Мына қаншама қағаздардың, арыздардың, жауаптардың, хаттардың бұл үлкен жұмыс, үлкен бірнеше жылдық жұмыс деп санаймын. Сонда сіздің келіп отқан мақсатыңыз осы аналардың, осы қарапайым халықтың жағдайын дұрысталуын талап етуге. Сіз осы Астанаға келгенде бірнеше жерге жолықтыңыз, бірнеше кісіге жолықтыңыз, шенеуніктерге бардыңыз. Олардың жауаптары қандай болды? Так, мен Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан көпбалалы анамын. Жолдасым және бір қызым мүгедек. Біздің келу себебіміз мында 5 ана болып келдік. Келгенімізде бүгін 4-ші күні. Келген күннен бастап министрлер үйінде Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігінде болдық. Өзіміздің келген талаптарымызды айттық. Біздің ең бірінші басты талаптарымыз ол баспана. Баспана болғанда қазір бізге берілген 345 семьяға берілген жалдамалы пәтер, арендный жилье дейді ғой. Сол арендный жильені біздер жекеменшік құқығын сұрап келгенбіз. Біздің кірген жаңағы бірнеше министрліктердің есігін ашып, кіріп бардық, арыздарымызды қалдырдық. Олардың тек айтқаны арыздарыңызды тастаңыздар, күтем десеңіздер 15 күн күтіңіздер дейді. Мұнай газымызды жаңағы алып алып далаға қарай шашқанша халыққа бір жақсылық жасасын. Ол жақта тек мұнайда істейтін, салада істейтін, мысалы менің азаматым екінші топ мүгедегі қызым инвалид, менің үйімде жасөспірім балдар, мектеп жасына дейінгі кәмелетке толмаған. Менің өзім балаға опекунмын. Қазір жолдасымды да, қызымды да алып келдім осында. Біздің Маңғыстау облысының жаңағы денсаулық сақтау департаменті де, біздің Маңғыстау облысының Ақтау қаласының дәрігерлері де дұрыс жасамайды. Міне 345 ананың арызын осылай алып келдік. Және де бұл арыздардың бәрін қай министрлікке барсақ та, қай жаңағы министрлер үйінің есігін ашсақ та, осы арыздарды жаңағы ұжымдық арыз ретінде тастап жатырмыз. Бұнда Маңғыстау облысындағы тек қана жаңағы көп балалы, толық емес отбасы, жалғызбасты аналар бар. Жаңағы инвалид бағып отырған, инвалид бала, мүгедек бала асырап отырған аналар бар. Солардың әрқайсының неше түрлі мұң-мұқтажға жазылған арыздар бар бұл жерде. Үй мәселесі бар. Жаңағы үкіметтен талап етіп отырған 42.500 әр балаға соған жазылған арыздар бар. Соның бәрін осы енді мен активист ана емеспін, бірақ сол Маңғыстау облысындағы аналардың аманатын арқылап, осында 5 ана болып келіп, қазір мен сіздермен бірге жүздесіп отырмыз. Мына 11 баласы бар анаға беріп отқан үйі 2 бөлмелі пәтер, бірақ малқора сияқты мемлекеттің, үкіметтің бюджетінен бөлінген ақша өстіп талан-таражға сарылмасын. Одан да біз сияқты көп балалы аналардың қамын жасап, 42.500 теңге беруін талап етіп отырмыз. Ақтау қаласының ЖХХ бөлімі сол жауап берсе екен дейміз. Қандай сомаға алды, қандай неге берілді. Бұна 11 баласы бар. Міне көріңіздер аналар. Міне 11 баласы бар анаға берілген 2 бөлмелі үй, малқора. Есік терезесі жоқ, пердені шығу жоқ, басқасы жоқ. Біз бұл жалғыз тек бұл бір ананың басындағы жағдай емес. 132 семьяға берілген, жаңа екінші фондтан берілген үй.